Алматы облысының құрама командасы Алматы қаласының командалары алдарыңызда. Дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орын. Жарыс қонақтары, қатысушылары және де осы бүгінгі жарыс көрермендері, бүгінгі мынау өтіп жатқан керемет іс-шара Қазақстан Республикасына еңбек сіңген жаттықтырушысы, КСРО-ның 9 дүркін жеңімпазы Әбілхан Дауылбаев көкеміздің құрметіне өтіп жатқан жарысқа қош келдіңіздер дейміз. Бұл жарыс 4-ші рет өтіп жатыр. Мынау өтіп жатқан жарыс жастар арасында. Жарысқа қатысушыларға тілейтініміз, білектеріңіз талмасын, тақымдарыңыз мықты болсын, тек қана мықтылар жеңіске жетсін. Осындай үлкен ақсақал көкелеріміз өнеге болып біздің алдымызда жүре берсін. Жарыста жарақат болмасын, әділдікпен мықтылар жеңіске жетсін деп тілейміз. Және де біздің ұлттық спорт түріміз көкпар жасай берсін. Жарыс құтты болсын, жарысты ашық деп жариялаймыз. Рахмет. Келесі құттықтау сөзі Қазақстан шын жанкүйерлері, спортшылар, баршаңызды бүгінгі ұлттық спорт түрлері қауымдастығы және осындағы Түркістан облысының ұлттық спорт түрлері мектебін ұйымдастыруымен Әбілхан Дауылбаев атындағы республикалық турнирге қош келдіңіздер деп айтқымыз келеді. Енді сөз басында айтылып жатыр, талай тұлпарлар туған жер, сұңқарлар қонған жер. Әбілхан ағамыз осындай Алатаудың баурайында, кең жазира далада туып өсіп, еліміздің абыройын асқақтатып, қазақ-қырғыз көкпарында, халықаралық бәсекелерде ел абыройын асырған азамат. Осы сіздің еңбегіңізді тек қана еліміз ғана емес, халықаралық аренада бүкіл осы спортшы халық білеттесек, артық айтқанымыз емес. Бүгінгі мінекей Әбілхан аға, осы жастардың барлығы сіздің өнегеңізді, өміріңізді үлгі етіп өсіп келеді десек, артық айтқанымыз емес. Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Қанайұлы Тілеухан мырзаның атынан осы арнайы құттықтау хатын жеткізуге рұқсат етіңіз. Жалпы сіздің еңбек жолыңыз, осы жасап жатқан ел арасындағы бірлігімізге, ынтымағымызға, ұлттық спорттың дамуына қосқан үлесіңіз ерекше екендігін барлығы жақсы біледі. Осы қалпыңыздан таймай,
отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Бүгінгі жарыс құтты болсын. Нағыз мықты, нағыз осы жау жүрек еліміздің батырлары тұғырдың биігінен көтерілсін деген тілек айтқымыз келеді. Әр күндеріңіз жеңіске толы болсын. Жақсы көретін халықтар, бүгінгі өтіп атқан мынау турнирлеріңіз құтты болсын. Бір екіншіден аман есен, ат жығылмай, балалар таза болып, тарқауына ниеттеспін. Бәріңізді құттықтаймын, осындай үлкен мерейтоймен. Сыйлық таратуда жарысымыз мені ашылу салтанаты ашылды. Қазір Түркістан облысының Сайрам ауданының командасы. Ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының халық артисі Рамазан Стамғазиев. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Бүгінгі думандарыңыз құтты болсын. Әбілхан аға, сіздің бүгінгі мінбеде тұрғанның өзі әркімнің басына берілмейтін бақ шығар деп ойлаймын. Оның үстіне жақсы адамның атымен шатастырып. Бүгінгі көкпарымыз құтты болсын. Әрбір жігіт жаңа жақсы айтты, сүрінбей, абырой. Көкпаршылардың шабыла ұрған ешкім көрген жоқ шығар. Тамаша. Қарамайсың қасыңа, барған менен қалаулым ай. Ойнамаймын, күлмеймін, десем дағы май. Айбұрылдың шабысай, сәйгүліктің дауысай, көкейімнен кетпейді ай. Қалғадайдың ай дауысай. Айбұрылдың шабысай, сәйгүліктің дауысай, көкейімнен кетпейді ай. Қалғадайдың ай дауысай. Қалғадайдың ай. Айда бар, ұмытпасын қалаулым ай. Отырамыз ақыл, сіздер менен біздер боп, жолыққасын қалаулым ай. Қалғадайдың ай дауысай. Salım da Sağa töreşlerге келіп кетсеңіз.
Есеп 6. Көкпар командалық ойында қазір көкпардың ең әділде қызығы да осы команда болып қалды. Жаппай көкпарды көрушілер, жаппай көкпарда ешқандай қызы тарту, бір-бірімен не қылу жоқ. Тек қана дүниеге талас, сол дүние үшін не қылады. Бәрі обыр-тобыр атағаннан кейін жерден іліп алғанға шейін бәрі таласады да, кім іліп алғаннан кейін басқалар ешқайсысы не қылмайды. Қазір елдің бәрі, халықтың бәрі айтып отыр, командалық көкпар қашан көрсетеді деп. Ол командалық көкпар таза, ешқандай бұрмалаушылық жоқ, таза ойын өткізіп жатыр. Ол міне көріңіздер, мен жастарымызды бұрын алдында тек облыс командасы жарысы болушы еді. Қазір жастарына тартып, жастардың ойындары өтіп жатыр. 4-ші рет өтіп жатқан ойыны жастар арасындағы жарыс. Енді бұл қазіргі балалар әбден спортқа бұрынғы біздің деді көрсеңіздер, бұрынғызда қазандық еді. Қырғыз ағайындар шығарып, оған көп аттар травма алды, балалар травма алды. Соның арқасында бұны тоқтатып, қазір кейін өзімізде де осы қазағымыз бұрын жерге осындай мере қойып, сөйтіп шапқан деп, соны шауып жатыр. Қазір мынау әділ, таза болып жатыр ойыны. Енді бұның да әлі жетпейтін нелері бар, жерлері. Мен де баяғыда біздің неміз Бекболат Тілеуханға айтқан едім осы жөнінде. Бәке, мынау әбеке болман қатып қалған ештеңке жоқ, әлі өзгертеміз ғой деп. Себебі анау мереміз 3 метр диаметрі. Ат сондай скороспен келіп тастаған кезде, анау несі жүні тиіп атса сызыққа бермейміз дейді, болмайды, саналмайды дейді. Соны меніңше дұрыс емес бұл. Ол енді көп несі бөлігі ішінде жатса саналу керек менің ойымша. Сондай болса дұрыс болар еді. Бірақ олар қатып қалған бұл ештеңке жоқ деп Бекболаттың өзі айтқан, кейін ол әлі әбеке өзгертіп енгіземіз, бүйтеміз деп енгізетін шығар, жөндейтін шығар. Мынау енді әйтпесе басқа жағының бәрі әділ, таза көкпар. Елдің бәрі осы көкпарды сұрайды. Себебі бөрді мықтыны көреді, кім мықты екенін көрсетеді, аттың мықтысын көрсетеді. Ана жаппай көкпарымызда қазір шынын айтайық, ол көкпар болмай кетті. Өрде тек қана дүние тауы жол болып кетті. Біздің шабандоздарымыз Құдай қаласа міне бүгін енді ойын болып жатыр, жаңағы мықтылар орында көрсетсін. 8 команда келді. 8 команда, сол 8 команданың ішінде мынау нелерді біздің Шымкент қаласының өзінен бір 2 команда шықты, қаласы, облысы бір 2 команда шығып отыр. Одан кейін Сайрам аудан, Түлкібас ауданынан бір команда қойып жатыр. Енді бұлардың бәрі жастар ғой, енді осыдан облыс Таразды, Жамбыл облысынан бар, Маңғыстаудан бар. Сол барлық нелерден келу керек еді. Сол бір 8 команда келді ғой, 8 команда келді, қазір 8 команда жарыс өтіп жатыр. Жалпы қай күні белгілі болады жеңімпаздар? Бұл енді ертең шешіледі ғой, ертең әңгіме кім финалға шығатын ертең белгілі болады. Бірсі күні 30 күні мере жаңа кім бірінші орын, кім екінші соғыны анықталады. Абылхан Дауылбаев атындағы республикалық ашық турнир бүгін күні 4-ші рет өткізіліп жатыр. Бұл ағамыз өзі КСРО-ның 9 дүркін жеңімпазы, және де мынау көкпар спортына өзінің өзіндік үлкен үлесін қосып жүрген азаматты арнайы осы жарыстар ұйымдастырылуы, ол осы көкпар спортының және ұлттық спортымыздың құнды осы құндылықтарын осындай насихатты мақсат болған екен. Және де Айбекеңнің үлкен тәжірибесі мен үлкен өнерінің арқасында осындай деңгейде қазір көтеріп отқанның үлкен бір белгісі де болады. Биылғы осы жарысқа 8 команда келіп, қазір мынау жарыс ойындарын көрсетіліп жатыр. Өте жарыста мен өзім байқауымша осы жастардың арасында үлкен бір тәжірибелердің, мықты өнерлерін көріп таңданып өзіміз қуанып отырмыз. Бұл енді жастар өздеріңіз білесіздер, ол келесі үлкен байрақты додалардағы ел намысын қорғайды деген сенімдеміз. Енді осы жігіттерді осы палуандардан шығады, себебі қазір бұлардың деңгейі өте жоғары. Енді Олимпиада спорттық ойындар бағдарламасына енсе деген бәрімізде үміт орнынан кеткен. Енді оған қарасты қазір негізгі жұмыстар жасалып жатыр, бірақ өте алдында кедергілер көп. Себебі бұл спортпен бүкіл әлем Олимпиада спортына қатыса алатын мемлекеттердің спортшылар қатысу керек.
Енді қазір таңда Азия чемпионаты өтіп жатыр, әлем чемпионаты өтіп жатыр, және де мынау игры көшпенділер ойындары деген үлкен байрақты жарыстар болып жатыр. Енді ол бастамасы, енді өзі осы жұмыстарына жалғасып жатса, осы байрақты олимпиада ойындарының спорт ойындарына енгізіледі деген ойдамыз. Жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр. Рахмет осы қолдап келген команда жетекшілеріне және де осы спорт саласының тиісті мамандарына.